9-ға 6 минут қалды, ал эфирде әдемі ән шашу. Қабыл алыңыздар. Бейбітшілік адамзаттың Арман ойы, ақ тілегі, жер бетінде бұзылмасын. Тыныштығы мәңгі, тыныштығы мәңгі, тыныштығы мәңгі, мәңгі жүрегім. Бейбітшілігінің көкте балықтар, бейбіт күнім нұрын төксін әлемге. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. бейбітшілік елдің ұраны, жарқын өмір, жарқын шырағы. Желбіресін еркін байрағың, күлімдесін ана, күлімдесін бала, жастайгесін талы, өмір суағы. Бейбітшілігінің көкте балықтар, бейбіт күнім нұрын төксін әлемге. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. Алға менің самғашы елім, масатыдай жайнашы жерім. Ол қызымыз тірегі елдің, болашағы жарқын, болашағы жарқын. Бейбітшілігін елдің тілегі. Бейбітшілігінің көкте балықтар, бейбіт күнім нұрын төксін әлемге. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. Бейбітшілігінің көкте балықтар, бейбіт күнім нұрын төксін әлемге. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. Бақыт құтты мәңгі, ұшын шарықтап, бейбіт өмір болсын, болсын әлемде. Мінеки қымбатты көрермендер, дәл қазір сіздер бейбіт өмір болсын әлемде атты әнді тыңдадыңыздар. Дәл осы ән Астанада өткен елім менің патриоттық әндер байқауында бірінші орын алған болатын. Осы әннің авторлары сөзін және музыкасын жазған. Авторлар бүгін студиямызда қонақта композитор Қанат Идресов және ақын композитор Гүлайым Жотаева бүгін біздің студиямызда қонақта. Ал енді балалармен тығыз қарым-қатынас жасайтын мамандық иелері болғандықтан бүгінгі мерекемен өздеріңізді шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр. Ал енді бейбіт өмір болсын әлемде деген ән туралы қысқаша айта кететін болсақ, бірінші орын алып жатыр екен. Елім менің патриоттық әндер байқауында осы ән туралы. Жалпы балалар тақырыбындағы әндер біздің елімізде өте сирек қой. Енді бейбіт өмір болсын әлемде деген тақырып енді бір сұхбаттарда айтқан болатын екен. Бейбіт өмір болсын әлемде әннің салмағы деп, енді елбасының ұстанып отырған саясатының өзі бейбітшілік, жаңағы дін істері жөніндегі өкілдерін жаңағы бейбітшілік және келісім сарайында елбасылармен бірге бас қосуда жинап, жаңағы осы бірлікке шақырып, бейбітшілікке шақырып, кілті сонда бейбітшілік болса, бейбіт өмір болса, ұрпақ өседі, мемлекет дамиды, өркендейді деген сияқты тақырып сол. Бірінші музыка жазылды, одан кейін Гүлайым апайымызға қолқа салдыңыз, солай ғой? Иә, бір адам өзі қоғамда болып жатқан кез келген жағдай, бір қоғамда болып жатқан жағдайларға бір адам әсер етеді ғой, адамға әсер етеді. Сол бір оқиғалар былтырғы маусым айы кезінде осы бір оқиғалар болды, Ақтөбедегі тағы деген сияқты. Сол оқиғалардан кейін адамдар көңілде жүрген
сол бейбітшілік болсын әлемде деген ән шыққан негізі сол кезде болатын. Сол бейбіт өмір болсын әлемде деп ән солай ұрандап тұрды, солай шығып тұрды. Гүлайым апайға сосын қоңырау шалып, Гүлайым апаймен бірнеше әніміз жарық көрген, сол Гүлайым апайға қолқа салдым. Гүлайым апай бейбітшілік болсын әлемде деген осындай ән шығып тұр. Мына жерде бейбіт өмір болсын әлемде деген осы сөз сақталып, соны жазсаңыз деп едім. Гүлайым апай міне ол кезде өзі әрі қарай жалғап кетті. Гүлайым апайға сөз беріңіз. Бір өзі бір сәті түскен ән болды да, кей кезде бір енді жазу қиын ғой, оңай нәрсе емес. Бір күні Қанат келді де айтты, осындай ән бейбітшілік, бейбіт өмір болсын әлемде деген сөзі бар болса болды ішінде деп. Жарайды көрейін деп сол жерде отырып 2 сағат отырып. Енді балалар шығармашылығымен айналысып жүрген авторлар болғаннан кейін сіздерге мынадай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Совет одағында шыны керек Батыр бала Болатбек жазда атамның ауылына барып едің қыдырып деп аталатын Қошақан әні. Одан кейін менің атым Қожа фильмдегі біз пионерміз деген әндер, ұландар әні, жалпы балалар тақырыбындағы әндер көп. Ал қазір кішкентай бір 5 жастағы бала махаббат туралы Қайрат Нұртастың орындауындағы әнді айтып тұрады. Бұл енді бізде расында да балалар әндерін сондай хит деңгейіне жеткізетін авторлар жоқ па, әлде жазғысы келмей ме? Осы сұрақты осы енді композитор болған екен осы сұрақты өздеріңізге қойып келеді. Бұл тақырыпта негізі әндер жазылып жатыр, шығып жатыр. Қазір осы тақырыпта көптеген сазгерлеріміз, ақын композиторлар жаңа бірігіп жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда шығып жатқан әндеріміз мысалы осы байқауда өздеріңіз көргендей Халық Ризабек, тағы мысалы Талдықорғаннан келген Төлежан Ғұмаров, Данияр Құрамысов деген сияқты, Байдал Рыспанбетовтың әні, міне Гүлайым апайдың өзінің төл туындылары жалпы тек балаларға арнап жазамын. Қазір 42 жыл болды осы балабақша саласында істеп келе жатқаныма. Мен өзімнің еңбек тәжірибемде ондай әндерге еш уақытта жол берген емеспін. Балаларым өз тәрбиелеген балаларға. Сосын кішкентай балалардың махаббат туралы айтатын әніне сіз рұқсат жол берген емеспін. Мен өзім сол жас ерекшеліктеріне сай 3 жастан бастап балаларға қуыршақтар сияқты ойыншықтар, бөпелер деген сияқты, ақбөпе деген, тәуелсел, ұланы деген, балдырғандар әні, сондай әндер жаздым. Кітабымменен ескісін шығардым. Оны бүкіл балабақша, бүкіл мектептер алып, жалпы осы Астана қаласы бойынша басқа қалаларда қолданып айтылып жатыр. Жаңағыдай әндерге мен одан кейін тағы да мысалы бірнеше жаңағы мектеп оқушыларымен қалада студенттер арасында бірнеше қалалық шаттық байқаулары өтеді. Сол жаңағы былтыр мамыр айында шыққан Ерғожа Тілепбердиевтің сөзіне жазылған Атамекен деген әнім шықты. Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Қазақтың даласы деген әнім шықты. Сол Қазақтың даласы осы пирамида жаңағы бейбітшілік келісім сарайында өткен марапаттауда болды. Сол әнім жаңағы елім жерім деген Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған авторлық әндерде бірінші орын алды. Сол сияқты жаңағы елдікке, жердікке, отансүйгіштікке тәрбиелейтін. Дұрыс, сіздің айтып отырған ойыңыз дұрыс, бірақ енді халықтың аузына тез таралып кететін. Былай қазіргі тілмен айтқанда хит әндер. Мысалға соңғы естігенім менің ертегілер елінде Айгерім Қалаубаева орындайтын ертегілер деген. Одан кейін қалған әндерді мен шыны керек балалардың аузынан көп естімеймін. Мүмкін халыққа тез таралатын әндерді жазу керек шығар. Бізге сол жаңағындай насихат енді жүріп жатыр да, біздің әндеріміздің насихат аз ба? Аз. Біз енді шығарып, үнтаспамыз енді шығарып, енді насихаттап жатырмыз да. Алда мен өзім мысалы болашаққа бастаған Астана атты үлкен шығармашылық кеш жоспарлағам. Тәуелсіздікке тарту ретінде сол шыққан әндерді тағы бірнеше легі тұр. Енді сәуір айына жоспарлаймын. Былтыр шығармашылық кеш сәуір айында өткен. Биылғы сәуір айына тағы жоспарлаған болашаққа бастаған Астана атты жинақ дискісімен бәрін. Расында да бұл проблема тек бізде ғана емес, мына көрші Ресейдің өзінде қазір балалар тақырыбында жазатын авторлар өте азайып кетті. Баяғыда Чунгачкук, Чунгачанга деген әндер бар еді, бірақ енді қазір Ресейдің өзінде балалар тақырыбындағы әндер өте аз дейді. Ол мен ойлаймын, неге балалар әндерін ақындар, композиторлар онша жазбайды? Өйткені оларда не жоқ, танымалдылық болмайды. Балалардың әндерін жазған композиторлар көбісіне тасада қала береді. Мысалы, балабақша саласында ән жазатын музыканттар бар. Өздерінің әндерін өздері орындайды. Балабақшада, бір мектептерде, сосын насихаттау жоқ. Содан да мүмкін ақсап жатады шығар деп ойлаймын. Күні кеше мына бейбіт өмір болсын әлемде атты жаңағы бейне баянды көрдіңіздер ғой. Сол әннің шығаруына үлкен
көмек тигізген, міне бейнебаян түсіруге көмектескен Бағорда жаңа компаниясына үлкен алғысымызды эфир арқылы білдіргіміз келеді. Талаптарына Алланың нұры жаусын, көмектескен барша ата-аналарға, қолдау көрсеткен барлықтарына, үлкен республикалық оқушылар сарайы міне бейнебаян түсіруге сол кісілерге Ұмсын Арқабайқызына, Гүлнар Смағұловна, қымбат Мұқаны барлықтарына үлкен алғыс білдіргіміз келеді осы. Ал енді Қанат мырза, Гүлайым ханым біздің студиямызға кішкентай бөбектерімізде келіп үлгеріпті. Бұл дәл қазір сіздердің әндеріңіз тәуелсіз елдің ұланы деген әнді орындайды. Әннің авторы, яғни музыкасының Қанат өзі. Жоқ, әні де сөзі де сіздікі. Әні де сөзі де Гүлайым Жотаеванікі. Ендеше біз қазір балаларға кезекті берейік. Балалар, оқушылар сарайының балалары ғой. Балабақша, е. Қай балабақша? 58-ші өркен балабақшасынан бәрі, сосын 40-ші Құлпынай балабақшасынан. Өркен және Құлпынай балабақшаларының кішкентай бөбектерінің Ақкөгершінің бас жүлдегерлері. Жақсы. Ендеше біз дәл қазір Құлпынай және Өркен деген балабақшаның бүлдіршіндеріне мына жерге ортаға бір микрофон ұстатайық. Ал сонымен тәуелсіз елдің ұланы деп аталатын әдемі әнді тыңдайық. Ал кеттік ендеше. Бәрекелді тәуелсіз елдің ұланы. Әні мен сөзі Гүлайым Жотаеванікі. Және Өркен, сонымен қатар Құлпынай балабақшасының бүлдіршіндеріне қыздар қол қошемет көрсетіп қойып. Рахмет сіздерге, студияға келгендеріңізге айтар алғысымыз шексіз. Сіздерге де рахмет. Балалар әндері көбейе берсін әрқашанда. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір тосын сауал айдарына кезекті берейік.